Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін біз сіздерменен өте қызықты темаға сөйлесетін боламыз. Қатты қоюланып кеткен қан мен қатты қоюланып тұрған өтті сұйылтатын, қан тамыр жүйесіндегі қабыну процестерін басатын сосудтарыңызды, мынау қан тамыр жүйесіндегі тазалайтын және өт қалтасын тазалайтын жалпы 3 затты айтатын боламын. Егер осы 3 затты өздеріңіздің өмірлеріңізге қолданатын болсаңыздар, денсаулықтарыңыз жақсы жаққа өзгеретін болады. Сол себепті бұл практически руководство, былай айтқан кезде осыны қолданатын болсаңыздар, осы неше түрлі проблемдеріңізден арылуға көмектеседі. Бір жағынан иммунитетті көтереді, өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Артық салмақтарыңыз болатын болса, майларыңыз болатын болса, қарындарыңызда мысалы соны ерітуге көмектеседі. Одан бөлек те көптеген ауруларыңызды, мынау ас қорыту жүйесіндегі сахар менен холестеринді түсіру үшін де, аппетиттарыңызды басу үшін де көмектесетін осы керемет заттарды айтатын боламын. Сол үшін өте маңызды видео, соңына дейін қараңыз. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Өйткені мен каналымды 80-90% адамдар әшейін подписка жасамай қарайды екен. Ал мен жалпы бастаймын. Ең біріншісі, қою қанды сұйылтатын, өтті сұйылтатын ең бірінші зат ол бізде куркума мен қара бұрыш болып табылады. Куркума, қара бұрыш деген зат бәріміз білеміз. Куркума деген затты Үндістанда және Өзбекстан, Қазақстан, жалпы СНГ-да қолданады. Оны золотая специя деп атайды, немесе алтын бұрыш деп атайды. Ол деген не? Ол дегеніміз жаңағындай пловтарға, неше түрлі тағамдарға қосылатын зат. Негізі ол құрамы куркумин деген заттан тұрады. Куркумин деген зат ол природный широкий спектрда әсер ететін антибактериальный дәрі ретінде де жүре береді. Негізінде Үндістанды білеміз, Гана суы, тағы басқа біраз проблемдері бар о жақта, санитарлық, о жақта антисанитария болғаннан кейін көп адамдар осы куркуманы ішіп жүре береді о жақта. Өйткені куркума дегеніміз жалпы андай көп бактериялардың бәрін тазалағаннан кейін о жақтағы адамдар байтын кезде әбден сол затқа үйреніп алғанда. Жалпы мен бұл заттарды ауадан алып жатқан жоқпын. Міне Үндістан, міне Гана сулары, тағы да басқасы. Енді осыншалықты үндістердің өзі мысалға тамақ дайындап жеп жатқанын көрген шығарсыздар, кәдімгідей ана жақтан мысалға мен жей алмаймын о жақтан тамақ. Немесе басқа да көп адамдар о жақтан тамақ жей алмайды. Енді қараңыздар. Жалпы бұл зат бізде мынау мен исследование іздеп осы ағылшын тіліндегі PubMed деген керемет сайттан таптым. Бұл жақта қара бұрыш және куркуманы зерттеген екен. Көп адамдарды алып, осы кейбір адамдарға плацебо эффект берген. Плацебо дегеніміз не? Плацебо дегеніміз пустой пустышка, ешқандай эффектісі жоқ дәріні береді. Сол дәріні беріп қарайды. И адам ағзасына жаңа куркума мен қара бұрышты бергенде, сол екеуін салыстырып қараған. Сол кезде жинаған адамдар, группа адамдардың именно куркума мен қара бұрыш ішкен адамдар азанда бір стакан жылы сумен ішкен адамдарының кәдімгідей жақсы жаққа өзгерістері болған туралы жазылған медицинский статья бар. Мына көріп оқып шықсаңыздар болады, ресурстарының астына қалдырып кетем. Жалпы енді куркума мен қара бұрыш не үшін, қалай бізге әсер етеді, осы туралы сөйлесіп кетейік. Жалпы қараңыздар, куркуманың құрамындағы куркумин деген зат біріншіден өт қалтасы менен, екіншіден қан тамыр жүйесін өте жақсы сұйылтуға көмектесетін зат. Мына сіздер перчикті не үшін қосасыздар, қара бұрышты не үшін қосасыздар? Өйткені қара бұрыш оның құрамындағы свойствосын 5 есе немесе одан да көп есе көбейтуге көмектеседі. Былай айтқан кезде босси етеді, оның эффектісін одан да мықты қылады, усиливать етеді, былай айтқан кезде. Мысалға андай сияқты ғой, мысалға
препараты железо бар ғой, но темір, темір деген препарат бар, бәріміз білеміз. Гемоглобин қатты түсіп кеткен кезде темір жетіспеушілік болып жатады ғой. Вот сол темір жетіспеушілік кезінде витамин С мен бірге ішетін болса, всасываемостьтің жаңағы темірдің ағзаға абсорбциясын, соның қорытылуын 5 есе арттыратын бізде витамин С. Дәл сол секілді куркуминнің свойствосын арттыратын зат бізде қара бұрыш болып табылады. Сол себепті көп емес, қазір мен рецептісін айтамын, жазып алыңыздар, немесе естеріңізге сақтап алыңыздар, немесе астына описаниеде қалдырып кетемін. Так, қараңыздар жалпы, не істейсіздер. Бір қасық нені аласыздар, так, мына жақта стакан жоқ екен. Бір қасық стакан суды аласыздар, жылы суды. Соған куркуманы, бір шай қасық куркуманы қосасыздар. Содан кейін кішкене ғана щепотка немесе шай қасықтың ұшына ғана аласыздар да, жаңағы қара бұрышты қосасыздар. Сөйтіп араластырасыздар, осындай напитокты күніге азанда тамақтан кейін жылайтында ішсеңіздер болады. Егер ас қорыту жүйесімен проблема болмайтын болса, асқазандарыңызда язва болмайтын болса, болмаса тағы басқа проблемдер болмайтын болса, онда аш қараңғада ішуге болады. Бірақтан егер проблемдеріңіз болатын болса, панкреатит, холецистит, тағы басқа, онда бұны тамақтан кейін ішсеңіздер де болады. Бұл жалпы осы рецептімен тағы да құрамына мысалға мед қоссаңыздар болады, по желанию. Кішкене лимон тамызсаңыздар да бола береді, оның ешқандай проблемасы болмайды. Енді бұл исследование бойынша не анықталды? Куркума мен қара бұрыш ішкен адамдардың бірінші эффектісі аппетиттары түскен. Бұл ол дегеніміз не? Ол дегеніміз обжорствомен ауыратын адамдар, көп тамақ жеп қоя беретін, жатарда тамақ іше беретін адамдарға өте жақсы лайфхак болады. Егер де жатарға қарай тамақ ішуді әдетке айналдырып алған болсаңыз, қайта-қайта қарныңыз ашып тамақ ішкіңіз келе беретін болса, онда кешкі астан кейін немесе сағат 8-дерге 9-дарға қарай бір стакан осы куркуманы ішетін болсаңыздар, қара бұрышпен, сіздердің аппетиттарыңыз басылады. Сөйтеді, сіздер уже ұйықтайсыздар да, нормально ұйықтайсыздар. Қарындарыңыз ашпайды былай кезде. Екінші эффектісі, бұл группада не байқалды? Қандарын тапсырған кезде анализдерінен біріншіден холестерин, екіншіден сахар бар ғой, уровень сахара крови түскен құрамында. Қан құрамындағы холестерин сахарды төменге түсірген. Тағы үшінші эффект, ол қандары өте жақсы сұйылтылған. Қан айналымы жақсарған. Төртінші жақсы зат, ол бізде не істеген? Ол бізде ас қорыту жүйесіндегі хеликобактер бактерияға жақсы әсер еткен. То есть бізде ас қорыту жүйесінде асқазанда бактериялар бар, хеликобактер деген 90% жағдайда олар былай айтқан кезде өте қатты көбейіп кетеді. Ол қатты көбейгеннен кейін гастрит, язва, желудка деген сияқты заттарға алып келеді. Вот осы бактерияларды куркума мен черный перец өлтіреді екен. Ол ас қорыту жүйесі сол үшін жақсарады көп адамдарда бұны ішкен кезде. Жалпы осындай эффектілер бар екен. Бұл куркума және қара бұрыш. Енді екінші зат қанды сұйылтатын, әрі өтті сұйылтуға көмектесетін зат бізде репейник болып табылады. Репейник деген бізде керемет дәрі бар, неға шығарып қойға тырысамын. Бұл бізде басқа өтті айдайтын дәрілерге қараған кезде артықшылығы, бұл полностью природный происхождениедағы өсімдіктердің жапырақтарынан, тамырларынан жасалған бірде-бір керемет зат болып табылады. Бұны ішкен кезде сіздердің өт қалталарыңыз қойылам тұрған болса, ішіндегі содержимомен бәрін сыртқа шығаруға көмектеседі. Үшінші зат, қанды сұйылтатын, бүткіл ағзадағы жетіспей тұрған витаминдер толықтыратын бізде сок алоэ вера деп аталады. Именно алоэ вера деген компания бар бізде Қазақстанда, Алматыда, Атырауда, тағы басқа жақтарда офистары бар. Жалпы қарқынды дамып келе жатқан компанияның бірі. Мен бұл продукцияны білем, өзім қабылдап көргенмін. Және де бұл туралы, алоэ вера туралы өте көп информация бар бізде каналда. Төбеге ссылка шығарып қоямын, өтіп қарап шықсаңыз болады. Жалпы сок алоэ вераның ағзамызға қаншалықты пайдалы екені осы жерде айтылған. Бұл зат
сок алоэ вера деген негізі бұрынғы заманда панацея ретінде қабылдаған. Ойлаңызшы, гректер, басқа да ұлттар бұрынғы өмір сүрген, олар ойлаған любой ауруға алоэ бере береді екен. Ас қорыту жүйесі ауырды ма, алоэ вера іш. Басың ауырды ма, алоэ вера іш. Қаның қоюланды ма, алоэ вера іш. Тамақ қорытылмай жатсың ба, сок алоэ вера. Псориаз шығып кетті, мысалы жара, экзема пайда болды, алоэ вераны жақ. Шашың түсіп жатыр, алоэ вераны жақ. деген сияқты бүткіл затқа панацея ретінде алоэ вераны қолданған. Не үшін қолданған? Өйткені эффектісіз болған. Не үшін эффекті болады? Өйткені бұның құрамында 200-ден астам пайдалы микро-макро элементтер бар, бүткіл витаминдер бар, антибактериальный, антоцидный заттар бар. Ойлаңызшы, құрамында жалпы адам ағзасына керекті бүткіл витаминдер менен минералдар болғаннан кейін бұл біздің байқан кезде ресурстарымызды көтеруге, иммунитетімізді көтеруге, ас қорыту жүйесін дұрыс запускать етуге көмектесетін бірден бір зат. Сол себепті осы 3 затты қолдансаңыздар болады. Үшеуін де описанияға жазып кеттім. Біріншісі куркума мен қара бұрыш, заключениесін айтайын. Екіншісі репейник немесе лопух деп аталады. Үшіншісі бізде сок алоэ вера немесе просто алоэ вера. Көптеген компанияларынікі бар, өздеріңіз білесіздер, қалталарыңыз қарай любойын алып қолдансаңыздар жалпы болады. Егер сіздің ас қорыту жүйеңізбен проблемдер болатын болса, онда маған консультацияға жазылсаңыз болады. Жалпы мына жаққа WhatsApp номер шығарып қоямын, хабарласып WhatsApp-қа жазсаңыз, біздер сіздерге қазір скидкамен консультация ашық тұр. Ауруыңыз бойынша барлық гайдты айтып, түсіндіріп, леченияларыңызды жазып береміз. Егер де осы видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк, комментар жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.